1987 жылдың күзі. Күздің қара суығы ауылдың үстін баяу басып келе жатқан. Таңертеңгі дымқыл ауа адамның сүйегінен өтетіндей ызғарлы еді. Қоңыртөбе ауылы бұрынғыдай емес, тым үнсіз. Көшеде ойнап жүретін балалардың дауысы азайып, әр үйдің мұржасынан шыққан түтін ғана тіршіліктің белгісіндей көрінетін. Ержан сол күні тағы да ерте оянды. Пештің жанында бүк түсіп ұйықтап жатқан қарындасы Айгүлдің үстіне ескі көрпені жауып қойды. Үйдің іші салқын. Пештің оты түнде сөніп қойған. Ас үй жақтан ыдыстың сылдыры естілді. Анасы баяу ғана шай дайындап жүр екен. Ержан орнынан тұрып терезеге қарады. Терезенің ішкі бетіне қырау қатып қалыпты. «Тұрдың ба балам?» деді анасы шаршаңқы үнмен. «Иә, мама». Үстел үстінде екі тілім қара нан мен қою шай ғана тұр еді. Бұрын бұл үйде дастарқан мол болатын. Әкесі совхозда механик еді. Айлығы жаман еместі. Бірақ соңғы бір жылда бәрі өзгерді. Жалақы кешігетін болды. Дүкен сөрелері босап қалды. Адамдар бір қап ұн үшін таңнан кешке дейін кезекке тұратын. Ержан үнсіз отырып нанға қарады. Анасы сол екі тілім нанды үшке бөліп қойды. «Сен көбірек же», деді Айгүл, ұйқылы көзін уқалап. «Жоқ, бірге жейміз», деді Ержан. Анасы балаларға білдірмегенімен өзі таңертең тамақ ішпейтін. Балалары тоқ болса болды деп ойлайтын. Оның жүзі соңғы кездері қатты жүдеп кеткен. Көзінің астында көкшіл іздер пайда болған. Сырттан есіктің сықыры естілді. Әкесі кіріп келді. Үстіндегі ескі күпәйкесі қардан дымқылданып кетіпті. «Тағы да көмір жоқ», деді ол ауыр күрсініп. «Ертең береміз деп шығарып салды». Үй іші үнсіз қалды. Әкесі бұрын көп сөйлейтін, қазір үндемейтін болып кеткен. Кейде кешке ұзақ отырып темекісін бірінен соң бірін тұтатып шығатын. Ержан әкесінің жанарынан қорқынышты байқайды. Ол қорқыныш отбасыны асырай алмаудың қорқынышы еді. Таңғы астан кейін Ержан дүкен жаққа беттеді. Ауылдың ортасындағы жалғыз дүкеннің алдында әдеттегідей ұзын кезек тұр. Адамдардың жүзінен шашау байқалады. «Бүгін нан келеді екен», деді бір кемпір үміттене. «Кешеде солай деген», деп жауап берді екіншісі. Ержан кезектің соңына барып тұрды. Қалтасында анасы берген бірнеше тиын ғана бар. Егер нан жетсе, бір бөлке алып қайтады. Сағаттар өте берді. Суық күшейді. Бірақ ешкім кетпеді. Себебі бәрінің үйінде аш отырған бала бар еді. Күн түске таяғанда дүкеннің есігі ашылды. Іштен сатушы әйел шықты. «Нан аз келді. Әр адамға бір-бірден ғана». Кезек бірден қозғала бастады. Адамдар бірін-бірі итеріп алға ұмтылды. Ержан жүрегінің дүрсілін сезді. «Маған жете ме?» деген қорқыныш жанын қысып барады. Алдындағы адамдар азайған сайын үміті оянды. Бірақ дәл оның алдында тұрған адам соңғы бөлкені алып кетті. Сатушы терезені тарс жауып, «Бітті», деді. Сол сәтте кезектегі адамдардың арасынан ауыр күрсіністер естілді. Бір әйел жылап жіберді. Ержан орнында үнсіз тұрып қалды. Үйге құр қол қайтудың өзі оған ауыр еді. Ол баяу қадаммен үйіне қарай жүрді. Қолдары тоңып кеткен. Бірақ жүрегіндегі суық одан да қатты болатын. Үйге кіргенде анасы үмітпен қарады. Ержан үндемей басын шайқады. Сол сәтте анасының көзіне жас толды. Бірақ ол балаларға білдірмеуге тырысты. Кешке көрші Күләш апай келді. Қолында газетке оралған бір бөлке қара нан бар екен. «Балалар жесін», деді күлімсіреуге тырысып. Анасы алғыс айтқанда даусы дірілдеп кетті. Сол түні Ержан қара нанның иісін алғаш рет ерекше сезінді. Ол нан жай ғана тамақ емес еді. Ол үміт болатын. Қараша айының ызғарлы таңы тағы да ауылды үнсіз оятты. Түнде жауған жұқа қар жердің бетін ақ қыламықпен жапқанымен адамдардың көңіліндегі ауырлықты жасыра алмады. Ержан сол күні таңғы 5-те оянды. Терезенің ар жағында әлі қараңғы.
Пештің жанындағы ескі сағаттың тықылы ғана естіледі. Анасы әлдеқашан тұрып кеткен екен. Қолына жүн шәлісін орап, бір дорбаны дайындап отыр. Бүгін қант береді деді ол асығыс үнмен. Ерте бармасақ жетпей қалады. Қант. Бұрын әр үйде толып тұратын кәдімгі қант қазір ең қымбатты неге айналған. Адамдар бір келі қант үшін бірнеше сағат бойы кезекте тұратын болды. Ержан үнсіз киінді. Сыртқа шыққанда бет қаратпас аяз сүйектен өтті. Ауыл көшелерінде анда-санда ғана шам жанып тұр. Бірақ дүкен жаққа қарай адамдар легі әлдеқашан қозғалып бара жатыр екен. Кейбірі қоларбамен келген, кейбірі балаларын жетектеп алған. Барлығының жүзінде бірдей үміт пен қорқыныш. Жетпей қалса ше? Дүкен алдына келгенде кезек әлдеқашан ұзарып кетіпті. Біз 30-шымыз, деді анасы ауыр күрсініп. Алдарында тұрған шалы бар кемпір артына бұрылып, кеше май жетпей қалды. Бүгін қанттан да үміт аз, деді. Адамдардың бәрі шаршаған. Бірақ ешкім кеткісі келмейді. Себебі үйде күтіп отырған бала-шаға бар. Уақыт өте берді. Аяз күшейді. Адамдардың аяқтары тоға бастады. Біреулер секіріп жылынып жүр. Кейбірі қолындағы кішкентай термостан шай ішеді. Ержан анасына қарап тұрды. Оның жұқа пальтосы ескіріп кеткен. Қолғабы да жоқ. Екі қолын жеңінің ішіне тығып алған. Тоңдың ба, мама? Жоқ, балам, сен тоңба. Бірақ анасының ерні көгеріп кеткен еді. Күн баяу көтерілген кезде дүкеннің темір есігі ашылды. Іштен ашулы сатушы әйел шықты. Итермеңдер, бәріне жетпейді. Сол сәтте кезек жанданып сала берді. Біреулер алға ұмтылды. Біреулер орын үшін ұрса бастады. Мен түннен бері тұрмын, өтірік айтпа, артқа тұр. Айғай көбейді. Ержан алғаш рет үлкен адамдардың осылай өзгеретін көріп тұр. Аштық пен жоқшылық адамдардың мінезін де өзгертеді екен. Бір кезде кезектің ортасында тұрған бір әйел есінен танып құлап түсті. Қолындағы дорбасы қардың үстіне шашылып кетті. Су әкеліңдер, деп айқайлады біреу. Бірақ ешкім орнын тастап кеткісі келмеді. Өйткені кезекті жоғалтып алу үйге құр қайту деген сөз. Анасы ғана алға ұмтылып барып, әлгі әйелді көтеруге көмектесті. Байғұс-ай, деді жанашырланып. Сәлден кейін әйел есін жіді. Оның көзінен жас ағып жатты. Үйде 3 балам отыр, деді әлсіз үнмен. Бұл сөзді естігенде кезектегілер үнсіз қалды. Өйткені мұндай тағдыр ол кезде көп адамның басында бар еді. Түске таман дүкенге қант әкелінді. Адамдардың көзі бірден жанданып кетті. Қаптар түсіріліп жатқанда жұрт алға қарай тықсырыла бастады. Ержан анасының қолынан мықтап ұстап алды. Жоғалып кетпе, деді анасы. Кезек баяу жылжыды. Әр адамға 2 келіден ғана беріп жатыр. Алдыңғы адамдар дорбаларын құшақтап, жүздерінде кішкентай қуанышпен шығып жатты. Сол 2 келі қант олар үшін байлықтай көрінетін. Ақыры олардың кезегі де жетті. Сатушы таразыға қантты өлшеп салды. Анасы дорбаны құшақтап тұрған сәтте, көзіндегі қуанышты Ержан бұрын соңды көрмеген еді. Бір сәтте болса да, ол өзін жеңген адамдай сезінді. Үйге қайтар жолда анасы күлімсіреп, бүгін шай тәтті болады, деді. Ержан да жымиып қойды. Сол күні кешке үйдегі шай расымен тәтті болды. Бірақ қанттың дәмінен де тәтті нәрсе бар еді. Ол бір күндік болса да жеткен үміт болатын. 1988 жылдың қысы ерте түсті. Желтоқсанның бораны ауыл көшелерін ақ түтекке орап, адамдарды үйлеріне қамап тастағандай еді. Пештің оты әлсіз жанған үйлерден шыққан түтін ғана тіршіліктің белгісіндей көкке баяу көтерілетін. Соңғы айларда ауылдағы жағдай тіпті қиындап кеткен. Дүкен сөрелері күннен күнге босап барады. Кейде тұз жоқ, кейде сабын табылмайды. Ал кей күндері мүлде нан келмейді. Бір күні кешке әкесі жұмыстан қолында бірнеше қағаз ұстап келді. Енді бәрін талонмен береді екен, деді шашаң үнмен. Анасы үнсіз қағаздарды қолына алды. Талондар. Әр қағазда мөр басылған. Бірінде қант, бірінде май, бірінде ұн.
Әр адамға қанша алуға болатыны жазылған. Ержан қағаздарға ұзақ қарап отырды. Оған бұл жай қағаз емес сияқты көрінді. Адамдардың өмірі енді сол қағаздарға байланып қалғандай еді. Жоғалтып алмаңдар, деді әкесі қатқуда үнмен. Қайта бермейді. Сол күннен бастап ауылдағы адамдардың қалтасында ақша емес, талон маңызды болды. Біреулер талондарын бүктеп кеудесіне салып жүреді. Біреулер жастығының астына тығып қояды. Себебі ол отбасының бір айлық азығы. Келесі күні анасы Ержанды ертіп дүкенге барды. Қар қалың, аяз қатты. Бірақ дүкен алдындағы кезет баяғыдай ұзын. Тек бұл жолы адамдардың қолында ақша емес, түрлі түсті талондар бар. Майға талон бар ма? Маған сабын керек еді. Үн қашан келеді? Барлығы бір нәрседен қорқатын секілді. Бітіп қалса ше? Дүкен ішіне кіргенде ескі ағаш сөрелердің жартысы бос тұрғанын Ержан байқады. Бұрын тәттілер тұратын жерде қазір шаң ғана жатыр. Бір бұрышта бірнеше қорап консерві ғана тұр. Сатушы әйел талондарды бір-бірлеп тексеріп алып жатыр. Бір адамға жарты келі май ғана, деді ол айқайлап. Кезектегі адамдар ауыр күрсінді. Анасы қалтасынан майға арналған талонды алып шықты. Саусақтары суықтан қызарып кеткен. Сатушы әйел талонға мөр басып, кішкентай бөтелкеге құйылған майды ұсынды. Сол майды анасы алтын алғандай ұқыптап дорбаға салды. Кенет дүкен ішінде айқай шықты. Менің талонымды ұрлап кетті. Жұрт жалт қарады. Орта жастағы бір әйел жылап тұр екен. Қалтама салып едім. Жоқ. Даусы дірілдеп кетті. Үйде балаларым күтіп отыр. Бірақ ешкім не істерін білмеді. Талон жоғалса, тамақ жоқ. Сол сәтте Ержан адамдардың жүздеріне қарады. Барлығы шаршаған, барлығы қорқып жүргендей. Бірақ ешкім мойындамайды. Үйге қайтып келе жатқанда боран күшейіп кетті. Жел бет қаратпайды. Анасы дорбаны бауырына қысып келеді. Бұрын бәрі басқаша еді, деді ол кенет. Қалай? Дүкенге кірсең, бәрі толып тұратын. Сендер ештеңеден таршылық көрмесін деп ойлайтынбыз. Даусы баяу шықты. Ержан үндемеді. Ол бұрынғы уақытты толық есіне түсіре алмайтын. Бірақ соңғы кездегі өзгерістерді анық сезетін. Адамдар сирек күлетін болды. Кешкі әңгімелер азайды. Кей үйлерде шам ерте сөнеді, себебі үнемдеу керек. Сол кеште анасы кішкентай табаға бауырсақ пісірді. Май аз болғандықтан әр бауырсақты ұсақ қылып жасады. Айгүл қуанып кетті. Мама, бүгін мереке сияқты. Анасы күліп жібергісі келді, бірақ көзіне жас толып кетті. Бірнеше бауырсақтың өзі ол кезде кішкентай бақыт еді. Түнде Ержан ұзақ ұйықтай алмады. Үстел үстінде жатқан талондарға қарап жатты. Сол қағаздар болмаса, ертең не боларын ешкім білмейтіндей көрінді. Ол алғаш рет бір нәрсені анық түсінді. Жоқшылық деген тек аштық емес. Жоқшылық деген адамдардың үміттен қорқа бастауы екен. Қыс ортасы. 1988 жылдың қаңтары ауылға ерекше ауыр келгендей еді. Күн сайын соққан боран ескі үйлердің шатырын сықырлатып, терезелерін дірілдететін. Ауыл көшелерінде адамдар аз көрінетін болды. Барлығы тезірек үйіне кіріп кетуге асығады. Бірақ үйлердің іші де бұрынғыдай жылы емес еді. Көмір жетіспейді, отын қымбат. Ал жалақы тағы кешігіп жатыр. Ержан соңғы кезде әкесін мүлде танымай қалғандай болатын. Бұрын кешке жұмыстан келсе, Айгүлді көтеріп ойнататын. Радио қосып ән тыңдайтын. Кейде өзі де күбірлеп ән айтып жүретін. Қазір бәрі өзгерген. Әкесі кешке үнсіз келеді. Үндемей отырып тамақ ішеді. Сосын пештің жанына барып ұзақ отырады. Кейде бір нүктеге қадалып, қозғалыссыз отырып қалады. Сол күнінде кеш батып қалған кезде есік сықырлап ашылды. Әкесі кіріп келді. Беті сұп-сұр, көздері қызарып кеткен. Аяғындағы етігінің ұшына жабысып қалған қар еріп жатыр. Анасы бірден оның жүзіне қарады. Не болды? Әкесі күпәйкесін баяу шешті. Совхозда қысқарту басталыпты. Үй іші тып-тыныш болып кетті.
Пештегі оттың сықыры ғана естіледі. Сен ше? Деді анасы жай ғана. Әкесі жауап бермеді. Тек үстел шетіне отырып қалды. Сол үнсіздіктің өзі бәрін айтып тұрғандай еді. Айгүл ештеңе түсінбесе де, әкесінің көңіл күйін сезіп, үндемей қалды. Ержанның жүрегі шым ете түсті. Ол әкесін алғаш рет осындай әлсіз күйде көріп отыр. Біраздан кейін әкесі қалтасынан темекісін алып шықты. Бірақ қолы дірілдеп кетті. Сіріңкені бірнеше рет жаға алмай әуреленді. Анасы үнсіз ғана оның қолынан сіріңкені алып жағып берді. Екеуі де ештеңе демеді. Кей сөздер айтылмай-ақ түсінікті болатын. Түнде Ержан су ішуге тұрған кезде асүй жақтан бәсең дауыстар естілді. Ата-анасы сөйлесіп отыр екен. Балаларды қалай асыраймыз? Деді анасы. Дауысы дірілдеп шықты. Бір амал табылар. Бірақ әкесінің өз даусында сенім аз еді. Қарыз көбейіп кетті. Білемін. Ұзақ үнсіздік орнады. Мен қалаға барып жұмыс іздеп көрсем бе екен? Деді әкесі ақырын. Бұл сөзді естігенде Ержан селк ете қалды. Қалаға кетсе ше? Үйде кім қалады? Бірақ ол үндемеді. Есіктің ар жағында тыныш қана тұрып қалды. Сол түні ол ұзақ ойланды. Балалық шағы біртіндеп жоғалып бара жатқандай еді. Ертеңіне әкесі таң атпай кетіп қалды. Кешке дейін оралмады. Анасы мазасызданып жүрді. Сыртқа қайта-қайта шығып қарай береді. Күн қарая бергенде ғана әкесі келді. Қолында ескі қап бар. Ішінде бірнеше кесек көмір. Бір таныстан алдым, деді қысқа ғана. Анасының жүзі сәл жылып кетті. Сол көмір сол түні үйді жылытып тұрды. Айгүл пештің жанына отырып ұйықтап қалды. Ал Ержан әкесіне қарап жатты. Әкесі отқа ұзақ қарап отырды. Жалын оның шашаған жүзін жарық қылып көрсетіп тұр. Сол сәтте Ержан бір нәрсені түсінді. Әкелер кейде жыламайды екен. Бірақ олардың үнсіздігі бәрінен ауыр болады екен. Ақпан айының соңғы күндері еді. Боран саябырсығанымен ауылдың тұрмысы жеңілдеген жоқ. Керісінше, адамдардың қабағы күннен күнге қатайып бара жатқандай. Сол күні пошташы әйел ауыл көшесімен асықпай жүріп өтті. Қолындағы ескі сөмкесінен хаттар көрініп тұр. Омаровтарға хат бар, деп айқайлады ол сырттан. Айгүл жүгіріп барып есікті ашты. Мама, хат келді. Анасы қолындағы дымкыл хатқа ұзақ қарады. Конверттің сыртында Алматы деген жаз отыр. Бұл әкесінің туған інісі Сағындықтың хаты еді. Кешке бәрі дастархан басына жиналғанда анасы хатты дауыстап оқи бастады. Ассалаумағалейкум жеңеше. Мұнда да жағдай оңып тұрған жоқ. Дүкендер бос. Бірақ ауылға қарағанда жұмыс көбірек. Ержан ағам келсе бір зауытқа кіргізуге тырысамын. Үй іші үнсіз қалды. Әкесі басын төмен салып отыр. Қалаға барасың ба? Деді анасы ақырын. Әкесі бірген жауап бермеді. Білмеймін. Бірақ оның жанарынан үміт пен қорқыныш қатар байқалды. Қала бөтен, бірақ жұмыс керек. Ақша керек. Өмір сүру керек. Сол түні Ержан ұйықтай алмады. Әкесінің кетіп қалу ойы жүрегіне ауыр тиіп тұрды. Таңертең әкесі ескі чемоданын шығарып қойды. Бұл бәріне жауап еді. Айгүл бірден жылап жіберді. Әке, кетпеші! Әкесі қызын құшағына қысты. Мен сендер үшін барамын, қызым. Даусы баяу шықты. 3 күннен кейін ауыл вокзалы адамға толып кетті. Қалаға кетіп жатқан еркектер көп. Бірі Мәскеуге, бірі Қарағандыға, бірі Алматыға. Барлығының мақсаты бір. Отбасын асырау. Пойыз келгенде адамдар жапырылып вагондарға кіре бастады. Анасы көз жасын тыя алмай тұр. Әкесі Ержанның иығына қолын қойды. Үйдің үлкені сенсің енді. Осы сөз Ержанға ауыр естілді. Ол әлі бала еді, бірақ заман оны ерте есейткісі келетіндей. Пойыз қозғалғанда Айгүл айқайлап жылады. Ал анасы үнсіз тұрды. Тек көзінен аққан жас қана ішіндегі қорқынышты білдіріп береді.
Сол күні үй ерекше босап қалғандай болды. Пештің оты да баяу жанатын секілді. Ал әкенің орны тіпті суып кеткендей еді. Әкесі кеткеннен кейін үйдегі тіршілік мүлде өзгерді. Ержан таңертең ерте тұрады. Су тасиды, отын жарады. Айгүлді мектепке дайындайды. Анасына көмектеседі. Кейде өзіне қарап, мен расымен 14-темін ме деп ойлайтын. Себебі ол өзін үлкен адамдай сезіне бастаған. Мектепте де жағдай қиын. Балалардың кейбірі сабаққа аш келеді. Кейбірінің аяғында дұрыс етік жоқ. Сыныптағы пеш кейде жанбай қалады. Мұғалімдер де көңілсіз. Бір күні сабақ үстінде Сәбит деген бала кенет есінен танып қалды. Барлығы шошып кетті. Мұғалім жүгіріп барып көтерді. Кейін белгілі болды. Ол таңнан бері ештеңе жемеген екен. Сол күні Ержан үйге қатты ойланып қайтты. Үйге келсе, анасы ескі киімдерді жамап отыр. Мынаны Айгүлге кішірейтіп беремін деді. Ескі пальтоны қайта-қайта тігіп жүр. Жаңа киім алуға ақша жоқ. Кешке Айгүл ақырын сұрады. Аға, біз кедейміз бе? Ержан жауап бере алмай қалды. Біраз үнсіздіктен кейін, жоқ, біз жай қиындық көріп жүрміз деді. Бірақ өзі де бұл сөзге толық сенбеді. Сол түні жарық тағы сөніп қалды. Үй қараңғы, тек май шамның әлсіз жарығы ғана бар. Айгүл сол жарықта ертегі кітабын оқып отыр. Ескі кітаптың беттері сарғайып кеткен. Аға, бәрі жақсы болып кетеді ғой. Ержан қарындасына қарап жымиды. Әрине, бірақ жүрегінің түбінде өзі де қорқып жүреді. Наурыз айы келгенімен қыс кеткісі келмеді. Аяз әлі күшті. Мектепке бару күн сайын қиындай түсті. Ержанның пальтосы ескіріп кетті екен. Іші жұқарып қалғандықтан суық өткізіп жібереді. Бір күні мектептен қайтып келе жатқанда, ол жол шетінде отырған қарияны көрді. Шалдың үстіндегі киімі жұқа, қолдары дірілдеп отыр. Адамдар жанынан өте береді, ешкім тоқтамайды. Ержан біраз тұрды да, қолындағы тоқаштың жартысын шалға ұсынды. Қария көзіне жас алып, рахмет балам деді. Сол сәтте Ержан өз әкесін есіне түсірді. Қазір о қайда жүр екен? Үйге келгенде анасы оған жаңа жағалы пальто көрсеткендей қуанып тұр. Көрші Күләш апай берді, баласына кішірейіп қалыпты. Пальто ескі болса да жылы еді. Ержан оны кигенде анасының жүзіне қуаныш ұялады. Жоқшылықта адамдар жаңа запқа емес, бір-біріне сүйеніп өмір сүретін. Сол ауылды аман ұстап тұрғанда адамдардың мейірімі еді. Көктем басталғанымен жарық жиі өшетін болды. Кей кештерде бүкіл ауыл қараңғылыққа батып кетеді. Сол кезде үйлерден май шамның әлсіз сәулесі ғана көрінеді. Бір кеште Ержан сабақ оқып отырғанда жарық тағы сөніп қалды. Айгүл қорқып кетті. Аға, қорқпа. Анасы шкафтан май шам алып шықты. Шам жанғанда бөлме қабырғалары ұзарып кеткендей көрінді. Сыртта жел ұлып тұр. Кештің оты баяу сықырлайды. Осындай кештерде адамдар бір-біріне жақындай түсетін. Анасы өткен күндерді айтып отыратын. Сен кішкентай кезінде дүкеннен қалағаныңды алатын едік. Айгүл таңырқап. Рас па? Иә. Даусында сағыныш бар. Ержан анасының жүзіндегі мұңды байқады. Өткен өмір қазір ертері сияқты естілетін. Сәуір айының бір күні ауылға үлкен хабар тарады. Бүгін шұжық келеді екен. Бұл жаңалық бүкіл ауылды дүрліктірді. Таң атпай дүкен алдына халық жиналды. Кейбірі түннен бері тұр. Ержан да анасымен бірге кезекке келді. Адамдардың жүзінде ерекше үміт бар. Біреулер әзілдесіп тұр. Біреулер өткен өмірді еске алады. Бірақ бәрінің көкейінде бір сұрақ. Жете ме? Түске дейін күткен соң ақыры жүк машинасы келді. Халық қозғалып кетті. Бірақ жәшіктер аз екені бірден байқалды. Кезек алға жылжыған сайын адамдардың үрейі көбейді. Ақыры тағы да жетпей қалды. Бір әйел жылап жіберді. Бір ер адам ашумен қабырғаны ұрды. Ал анасы үндемеді. Тек дорбасын құшақтап кері бұрылды. Үйге қайтып келе жатқанда Ержан адамдардың үмітпен өмір сүретінін түсінді. Кейде сол үміт орындалмаса да, адамды алға жетелейтін сол екен. Көктем толық келген шақ. Қар еріп, көшелер батпаққа айналды. Бірақ адамдардың көңілі әлі ауыр. Сол күні Ержан мектептен келе жатып, клубтың жанында тұрған ескі плакатты көрді.
Онда үлкен әріптермен Алматы политехникалық институтына қабылдау деп жазылып тұр екен. Ол ұзақ қарап қалды. Институт, үлкен қала, басқа өмір. Кенет ішінде бір үміт оянды. Мүмкін мен де оқуға түсермін. Бірақ бірден өз ойын өзі тоқтатты. Қандай ақшаға, қандай мүмкіндікпен? Үйдегі жағдайды ойлағанда бұл арман тым алыс көрінді. Кешке ол осы туралы анасына айтты. Анасы біраз үнсіз отырды. Сосын жай ғана: арманнан ешқашан бас тартпа, балам, деді. Бірақ бізде жоқшылық мәңгі емес. Бұл сөз Ержанның жүрегінде ұзақ сақталып қалды. Сол түні ол алғаш рет болашағын елестетті. Қиындық көп, бірақ бір жерде жарық бардай көрінді. Ал кейде адамды аман алып қалатын жалғыз нәрсе сол кішкентай үміт еді. Көктемнің соңғы айы еді. Ауыл маңындағы темір жол бекеті бұрынғыдан да у-шуға толып кеткен. Пойыздар күн сайын адамдарды алып кетіп жатты. Бірі жұмыс іздеп барады, бірі туысын іздеп кетеді. Енді бірі қайда барарын өзі де білмейді. Сол күні Ержан вокзалға су тасуға көмектесу үшін барған. Кейбір жолаушылар балаларға тыйым беріп сөмке көтертетін. Перронда әртүрлі тағдырлар араласып жүргендей. Бір кемпір ұлын құшақтап жылап тұр. Бір әйел күйеуіне қайта-қайта ескерту айтып жатыр. Ал бір бұрышта жас жігіт үнсіз темекі шегіп отыр. Ержан адамдардың жүздеріне қараған сайын бәрінің ішінде бір қорқыныш барын сезді. Пойыз ысқырып тоқтағанда жұрт жапырлық қозғалды. Сол сәтте Ержан бір таныс дауысты естіді. Ержан! Ол жалт қарады. Әкесі екен. Үстіндегі киімі тіпті жүдеп кетіпті. Беті де арық. Ержан жүгіріп барып құшақтады. Әке! Әкесі баласын қатты қысып тұрды. Бірақ жүзінде баяғы қуаныш жоқ. Тек сағыныш пен шаршау ғана. Демалысқа 2 күнге келдім, деді ол. Үйге қайтар жолда әкесі көп сөйлемеді. Тек анда-санда сабақ қалай? Анаң аман ба? Айгүл тыңдай ма деп сұрап қояды. Бірақ оның көзінде бір ауыр ой жүргені байқалатын. Кешке бәрі дастархан басына жиналғанда Айгүл әкесінен айырмай отырды. Әке, енді кетпей қалшы. Әкесі қызын маңдайынан сүйді. Әлі біраз шыдау керек, қызым. Сол түні Ержан әкесінің жөтелгенін естіді. Ұзақ жөтелді. Тіпті тынысы тарылып кеткендей болды. Бірақ таңертең ештеңе болмағандай күлімсіреуге тырысты. Кейде ер адамдар өз қайғысын ішіне көміп үйреніп кетеді екен. Әкесі қайта кеткеннен кейін үй тағы да үнсіз қалды. Бірақ анасы ешқашан мойымауға тырысатын. Таң атпай тұрады. Нан жабады. Киім тігеді. Көршілердің балаларын қарап береді. Кейде түн ортасына дейін шам жарығымен іс тігеді. Бір күні Ержан оянып кетіп, анасының үнсіз жылап отырғанын көрді. Алдында әкесінің хаты жатыр екен. Бірақ анасы баласын көре сала көз жасын сүртіп жіберді. Ұйықтамай не қып жүрсің? Сіз неге жылап отырсыз? Анасы бір сәт үнсіз қалды. Кейде адам шаршайды екен, балам. Даусы өте баяу шықты. Сол түні Ержан алғаш рет анасының да әлсіз екенін түсінді. Бірақ соған қарамастан ол отбасы үшін мықты болып жүруге мәжбүр еді. Жаз басталды. Бірақ ауылға жеңілдік келе қоймады. Бір күні көрші Күләш апай үйге кіріп келді. Қолында кішкентай дорба бар. Қаладан туысың келіп еді, мынау сендерге, деді. Дорбаның ішінде бір келі қант пен шай бар екен. Айгүлдің көзі жайнап кетті. Сол кеште анасы шайды ерекше етіп демдеді. Үй ішіне тәтті иіс тарады. Бәрі үнсіз шай ішіп отырды. Кәдімгі қара шай сол күні ерекше дәмдеді. Бұрын мұндайды байқамайтын едік, деді анасы, күлімсіреп. Расымен, адам бар кезде қадірін білмейді екен. Жоқшылық адамдарға ең қарапайым нәрсенің өзін бақытпай сезінуді үйреткен. Жаз ортасында ауылға жаман хабар келді. Аудан орталығындағы үлкен зауыт жабылыпты. Жүздеген адам жұмыссыз қалған. Сол күні көшеде адамдар көп жиналды. Барлығы осыны талқылап тұр.
Енді не істейміз? Балаларды қалай асыраймыз? Бәрі құрып барады. Адамдардың даусында қорқыныш көбейген. Ержан мұны тыңдап тұрып, болашақ туралы ойланды. Бұрын үлкендер бәрін біледі деп ойлайтын. Қазір олардың өздері қорқып жүргендей. Күзге қарай жағдай тағы қиындады. Бір күні үйде мүлде тамақ қалмады. Анасы үнсіз отыр. Айгүл ештеңе сұрамайды. Тек көздері мұңайып кеткен. Кешке есік қағылды. Күләш апай тағы келіпті. Қолында ыстық нан. Жаңа пісірдім, балалар жесін. Нанның иісі бүкіл үйге тарады. Сол сәтте анасының көзіне жас келді. Ұялтып біттіңіз ғой. Бүгін мен беремін. Ертең сен берерсің. Осы сөз Ержанның есінде мәңгі қалды. Қиын заманда адамдарды аман сақтап қалған бір-біріне деген жанашырлық еді. Қыс қайта жақындап келеді. Бірақ адамдар көктемді үмітпен күтеді. Себебі көктем келгенде жер жібиді, мал төлдейді, тіршілік оянады. Бір кеште Ержан мен Айгүл далаға шықты. Аспанда жұлдыз көп. Ауыл тым-тыныш. Аға, бәрі қашан жақсы болады, деді Айгүл. Ержан аспанға қарап тұрып, бір күні болады. Сен қайдан білесің? Білмеймін, бірақ сену керек. Кейде адамның қолында сенімнен басқа ештеңе қалмайды екен. Мектепке ауданнан студенттер келді. Олар ауыл клубында жастармен кездесу өткізді. Алматыда оқитын жастар екен. Бірақ олардың да жағдайы ауыр көрінді. Бір жігіт күліп отырып, жатақханада кейде нан мен шаймен ғана отырамыз деді. Бәрі күлген болды. Бірақ сол күлкінің астында шындық бар еді. Сонда да олардың көзінде үміт байқалатын. Ержан сол кештен кейін ұзақ ойланды. Қиындық бәрінде бар. Бірақ кей адамдар армандарынан бас тартпайды екен. Үйдегі ескі радио кейде ғана сөйлейтін. Бір күні кешке радио қосылып, ән ойнай бастады. Айгүл бірден қуанып кетті. Ән! Анасы да жымиып қалды. Бір сәтке үй ішіндегі ауыр ойлар ұмытылғандай болды. Сосын жаңалықтар басталды. Бағаның өсуі, тапшылық, өзгерістер туралы сөздер. Әкесі үнсіз тыңдап отырды. Радио өшкен соң ұзақ тыныштық орнады. Заман өзгеріп барады, деді ол ақырын. Бірақ оның жақсы жаққа өзгеретініне өзі де сенбейтіндей еді. Күзде анасы базарға шыға бастады. Ескі киім сатып, тамақ алуға тырысады. Базарда адам өте көп. Бірі үн сатады, бірі ескі аяқ киім. Бірі үйдегі соңғы заттарын әкелген. Адамдардың бәрі күн көру үшін күресіп жүр. Ержан анасына көмектесіп жүріп, өмірдің қаншалық ауыр екенін ерте түсінді. Бірақ ол бір нәрсені де байқады. Адамдар шаршаса да, тіршілік үшін тоқтамайды екен. Күздің суық кештерінің бірі еді. Үйде жарық жоқ. Май шам ғана жанып тұр. Сыртта жел гуілдейді. Айгүл ұйықтап қалған. Анасы үнсіз істігіп отыр. Әкесі терезеге қарап кеткен. Кенет ол жай ғана, бір күні бәрі өзгереді, деді. Анасы басын көтерді. Сенесің бе? Әкесі біраз үнсіз қалды. Сенбесек, өмір сүре алмаймыз. Сол түні Ержан ұзақ ұйықтай алмады. Ол қараңғы төбеге қарап жатып, бір нәрсені түсінді. Қиындық адамды сындыра алады. Бірақ үміт бар жерде адам қайта тұра алады екен. 1989 жылдың қысы бұрынғыдан да ауыр басталды. Қараша айының соңында жауған қар тоқтамай, ауылды аппақ тыныштыққа көміп тастаған. Бірақ сол тыныштықтың астында адамдардың мазасыз тіршілігі қайнап жатты. Үйдегі көмір азайып қалған. Пештің отын үнемдеп жағатын болды. Кей түндері үйдің іші соншалық салқындап кететін, Ержан мен Айгүл үсті-үстіне көрпе жамып жататын. Сол күні Ержан түн ортасында оянып кетті. Себебі аяғы тоңып кеткен еді. Көзін ашса, пештің оты сөніп қалыпты. Үйдің іші қара көлеңке. Тек терезеден түскен ай сәулесі ғана бозғылт жарық беріп тұр. Сол сәтте асүй жақтан әлсіз дыбыс естілді. Ержан жайлап барып қараса, анасы пештің алдында отыр екен. Қолында ескі қолғап, оны жамап отыр. Көздері қызарып кеткен. Шаршағаны жүзінен анық көрінеді.
Иқтамадыңыз ба? Деді Ержан жай ғана. Анасы селк етіп бұрылды. Сен неге тұрсың? Суық боп кетті. Анасы бірден орнынан тұрып, пешке қайта от жақты. Қолдары көмірден қарайып кеткен, бірақ бәрібір асықпай сабырмен істейді. Сол сәтте Ержан анасының қолдарына ұзақ қарады. Бұрын аппақ болатын нәзік қолдар қазір қатайып кеткен. Саусақтары жарылып кеткен жерлер де бар. Жоқшылық адамды бая өзгертеді екен. Тек жүзін ғана емес, қолында, жүрегінде. Анасы пешке от жаққан соң, Ержанның үстіне тағы бір көрпе жапты. Тоңып қалма, балам. Даусы жұмсақ. Сол сәтте Ержан бір нәрсені анық түсінді. Бұл үйді ұстап тұрған анасының мейірімі еді. Егер сол мейірім болмаса, бұл суық пен қиындық бәрін баяғыда сындырып тастар еді. Таңертең анасы ештеңе болмағандай күлімсіреп шай құйып отырды. Ал Ержан оның түнде ұйықтамағанын білді. Бірақ анасы бәрібір балаларға мұңын көрсетпеуге тырысатын. Кей аналар жыласа да таңертең қайта күле алады екен. Өйткені олардың құлауы отбасының құлауы еді. Қыс ортасы. Ауылдан жастар біртіндеп кетіп жатты. Бірі құрылысқа, бірі зауытқа, бірі базарға жүк тасуға. Сол күні Ержан досы Нұрланмен бірге вокзалға дейін барды. Нұрлан да қалаға кеп келе жатыр екен. Қолында кішкентай сөмке ғана. Алматыға барамын, деді ол. Бір туысым жұмыс тауып берем, деді. Даусы батыл шыққанмен көзінде қорқыныш бар еді. Қорқып тұрсың ба? Деп сұрады Ержан. Нұрлан күліп жіберді. Қорықпай қайтейін. Бірақ ауылда қалсақ та оңып тұрған жоқ қой. Олар біраз үнсіз тұрды. Перронда тағы да адамдар көп. Кейбір аналар жылап тұр. Кей әкелер ұлдарына ақыл айтып жатыр. Бірақ бәрінің жүрегінде бірдей мұң. Балам қайтып келем екен. Пойыз келген кезде Нұрлан Ержанды құшақтады. Сен де оқуға түс. Сенің қолыңнан келеді. Білмеймін. Жоқ, сен оқисың. Пойыз қозғалғанда Ержан ұзақ қарап тұрды. Досының жүзі терезеден біртіндеп алыстап бара жатты. Сол сәтте ол өз ауылындағы жастардың тағдырын ойлады. Бәрі бір жаққа кетіп жатыр. Бірақ ешкім нақты қайда бара жатқанын білмейтіндей. Бір күні әкесінен хат келді. Анасы оны асықпай ашты. Хаттағы әр сөзден шашау сезіліп тұр. Жұмыс таптым. Бірақ қиын. 4 адам бір бөлмеде тұрамыз. Пәтер суық. Кейде ыстық су болмайды. Бірақ шыдаймыз. Ержан хатты бірнеше рет оқып шықты. Әкесі ешқашан шағымданбайтын. Сондықтан осы сөздердің өзінен ақ жағдайдың қаншалық ауыр екенін түсінді. Кешке анасы терезеге ұзақ қарап отырды. Ол жақта жалғыз ғой, деді жай ғана. Даусы өте мұңды шықты. Сол түні Ержан әкесін елестетті. Бейтаныс қала, суық бөлме. Қасында бөтен адамдар. Бірақ бәрібір отбасы үшін шыдап жүр. Кейде әкелердің махаббаты сөзбен емес, төзімімен көрінеді екен. Қаңтардың бір күні ауылға көмір әкелінді деген хабар тарады. Адамдар бірден жиналып қалды. Кейбірі қап арқалап келген, кейбірі арба сүйреп жүр. Бірақ көмір аз. Кезет тағы ұзын, суық тағы қатты. Ержан мен анасы да кезекте тұр. Адамдардың тынысы будақтап шығып жатыр. Бір кезде алдын жақтан айқай естілді. Итермеңдер, бәріне жетпейді, артқа тұр. Көмір ішінде адамдар күресетін заман туған. Сол күні кешке үйдің іші көмірдің иісіне толды. Пеш жарқырап жанып тұр. Айгүл қуанып кетті. Бүгін жылы. Анасы да жымиып қойды. Қарапайым жылудың өзі ол кезде үлкен бақыт еді. Көктемге қарай ауылдағы көп отбасы бірге бірігіп тұра бастады. Себебі ақша жетпейді. Кей үйлер сатылып кеткен, кейбірі бос қалған. Бір күні көршіге алыстан туыстары көшіп келді. Бір бөлмеде 7 адам тұрады екен. Түнде балалар еденге қатар ұйықтайды. Бірақ ешкім шағымданбайды. Өйткені басқа амал жоқ. Ержан соларға қарап отырып, адамдардың бәріне үйреніп кететінін түсінді. Тіпті таршылыққа да. Көктемнің соңында әкесі тағы келді. Бұл жолы бұрынғыдан да арық.
Бірақ балаларын көргенде жүзі жылып сала берді. Айгүл әкесінен айырылмай қойды. Әке, бұл жолы ұзақ қалшы. Әкесі үндемеді. Тек қызын құшақтап бірді. Кешке бәрі бірге шай ішті. Сол бір қарапайым кеш отбасы үшін үлкен мереке секілдеді. Бірақ таңертең вокзалға қайта барғанда жүректер тағы ауырлады. Пойыздың даусы алыстаған сайын Айгүл жылап тұрды. Ал Ержан үндемеді. Ол ер адамдар кейде жыламай үйренетінін түсіне бастаған еді. Сол жылдың күзінде күтпеген жағдай болды. Әкесі жұмыста жарақат алыпты. Бұл хабарды естігенде анасының өңі бозарып кетті. Бір аптадан кейін әкесі үйге оралды. Қолын таңып алған. Бірақ ең ауыры оның көзқарасы өзгеріп кеткен. Бұрынғыдай сенімді емес. Түнде Ержан сыртқа шыққанда әкесін алада жалғыз отырғанын көрді. Ол басын төмен салып отыр екен. Иығы дірілдеп тұрғандай болды. Ержан алғаш рет әкесінің жылап отырғанын көрді. Бірақ ол дыбыс шығармай жылап отырды. Сол сәтте Ержан жүрегінің қатты ауырғанын сезді. Кейде ең мықты адамдарда үнсіз сынады екен. Жаңа оқу жылы басталды. Мектепке кей балалар жаңа форма киіп келді. Бірақ көпшілігінің киімі ескі. Ержан да былтырғы формасын киіп жүр. Жеңі қысқарып кеткен. Аяқ киіміне тозған. Бір күні сыныптағы бір бала жаңа аяқ киімін көрсетіп мақтанып тұрды. Сол сәтте Ержан өз аяғына қарап қалды. Бірақ ол қызғанбады. Тек іштей, бір күні мен де анама бәрін алып беремін, деп ойлады. Сол арман оның ішіндегі отты өшірмей ұстап тұрды. Сабақта мұғалім жаңа дәптер әкелуді тапсырды. Бірақ үйде ақша жоқ. Ержан ескі дәптердің бос беттерін жұлып алып, қайта тігіп шықты. Айгүл қарап отырып, «Ят емес пе?» «Жоқ», деді Ержан. «Ең бастысы оқу». Сол түні ол май шамның жарығымен ұзақ сабақ оқыды. Терезенің сыртында боран соғып тұр. Ал оның ішінде кішкентай ғана арман жанып тұрды. Күздің бір кешінде ауыл адамдары көрші үйге жиналды. Электр тағы сөніп қалған. Барлығы май шамның айналасында отыр. Біреулер өткен күндерді еске алады. Бұрын бәрі басқаша еді. Дүкендер толып тұратын. Адамдардың көңілі де басқа болатын. Әңгіме арасында кейбірі күледі. Кейбірі күрсінеді. Бірақ ешкім үмітін толық жоғалтпаған. Сол кеште Ержан адамдарға қарап отырып, бір нәрсені түсінді. Қиындық адамдарды шаршатуы мүмкін. Бірақ бірге отырған кезде олардың жүрегінде қайта жылу пайда болады екен. 1990 жылдың көктемі еді. Қар еріп, ауыл көшелері лайсаң батпаққа айналған. Күн жылығанымен адамдардың көңіліндегі салқындық кетпеген. Соңғы айларда ең көп айтылатын сөз жалақы. Бірақ ол сөз қуаныш емес, уайым әкелетін болды. Себебі ешкім жалақысын уақытында алмайтын. Совхоз жұмысшылары айлап ақша күтеді. Мұғалімдер де, жүргізушілер де, малшылар да бір-бірінен «Саған берді ме?» «Жоқ, әлі жоқ», деп сұрайтын. Сол күні әкесі аудан орталығына жалақы сұрап кеткен. Таңертең ерте шығып кеткенімен кеш батқанша оралмады. Анасы терезеге қайта-қайта қарап қояды. Айгүл де үнсіз. Үйдің ішінде де тыныштық тым ауыр еді. Кешкі шайға тек қатқан нан мен әлсіз қара шай ғана қойылды. Бірақ ешкім тәбетімен ішпеді. Түнге қарай есік сықырлап ашылды. Әкесі кіріп келді. Үстіндегі пальтосы батпақ болып кеткен. Жүзі қатты шаршаған. Анасы бірден сұрады. «Берді ме?» Әкесі үнсіз ғана басын шайқады. Сол сәтте үйдің ішіндегі ауа одан сайын ауырлап кеткендей болды. Әкесі орындыққа жайлап отырды. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Сосын ол шаршаған үнмен «Ақша жоқ» дейді. «Келесі айда береміз» деп шығарып салды. Анасы көзін төмен түсірді. Ержан әкесінің қолына қарады. Саусақтары қарайып кеткен. Тырнақтарының арасы көмір мен май. Ол күн сайын жұмыс істейді, бірақ еңбегінің ақысын ала алмай жүр. Бұл әділетсіздік екенін Ержан анық сезді. Кейінірек әкесі қалтасынан бір уыс кәмпит шығарды. «Айгүлге алып едім».
Айгүлдің жүзі жайнап кетті. Бір ғана кәмпиттің өзі ол кезде үлкен қуаныш еді. Бірақ Ержан әкесінің кәмпитті қандай ақшаға алғанын ойлап отырды. Мүмкін соңғы тиынын алған шығар. Сол түні әкесі ұзақ уақыт үнсіз отырды. Терезенің ар жағында жаңбыр жауып тұр. Ал үй ішінде үміт пен шаршау араласқан ауыр тыныштық бар еді. Сол жылы ауылда бұрын соңды айтылмаған сөздер жиі естіле бастады. Қайта құру, өзгеріс, тәуелсіздік. Үлкендер радио тыңдап отырып ұзақ талқылайды. Бірақ ешкім нақты не боларын білмейді. Бір күні кешке ауыл клубында жиналыс болды. Совхоз басшылары келіп сөйлеп жатыр. Заман өзгеріп жатыр. Енді бәрі басқаша болады. Халық еркін өмір сүреді. Адамдар тыңдап отыр. Бірақ жүздерінде қуаныш аз. Өйткені олардың басты мәселесі ертеңгі тамақ. Жиналыстан қайтып келе жатқанда әкесі ауыр күрсінді. Өзгеріс жақсы шығар. Бірақ қарапайым халыққа қиын болып тұр. Ержан әкесінің жанында үнсіз келе жатты. Көшеде жарық аз. Тек алыстан иттердің үргені естіледі. Сол сәтте ол адамдардың қорқып жүргенін түсінді. Өйткені белгісіз болашақ кейде аштықтан да қорқынышты болады екен. Мектеп бітіруге аз уақыт қалды. Сыныптағы балалар болашақ туралы жиі сөйлесе бастады. Бірақ бұрынғыдай емес. Бұрын бәрі инженер боламын, ұшқыш боламын, мұғалім боламын дейтін. Қазір көпшілік үндемейді. Себебі ешкім болашағын анық елестете алмайды. Бір күні сабақтан кейін Ержан мен сыныптастары мектеп ауласына отырды. Нұрсұлтан деген бала кенет. Мен әскерге кетемін деді. Ал оқуың ше? Оқуға ақша қайда? Бәрі үнсіз қалды. Расымен де көптеген отбасылар балаларын оқыту туралы ойлаудан қалған. Әйтеуір аман қалу керек. Сол кеште Ержан үйге ауыр оймен қайтты. Ол институт туралы армандайтын. Бірақ кейде ол арманы өзіне тым алыс көрінетін. Кешкі ас үстінде анасы кенет. Құжаттарыңды дайындай бер деді. Неге? Оқуға түсесің. Әкесі де басын көтеріп. Қандай қиындық болса да оқуың керек. Ержан таңырқап қалды. Үйде ақша жоқ. Жағдай ауыр. Бірақ ата-анасы бәрібір оның арманына сеніп отыр. Сол сәтте оның жүрегінде бір жылы сезім пайда болды. Кейде адам өзіне сенбесе де, ата-анасының сенімі оны алға итереді екен. Күздің қара суығы басталған шақ. Сол түні жарық тағы сөніп қалды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан ұзаққа созылды. Бүкіл ауыл қараңғы. Текке үйлердің терезесінен май шамның әлсіз жарығы көрінеді. Сыртта жел гуілдеп тұр. Үйдің іші суық. Айгүл анасына тығылып отыр. Мама, жарық қашан келеді? Қазір келеді қызым. Бірақ анасының өз даусында сенім аз еді. Әкесі пештің жанында үнсіз отыр. Кейде осындай қараңғы кештерде адамдардың ойы да ауырлай түсетін. Бір кезде сырттан айқай естілді. Көрші үйдегі қарт кісі ауырып қалыпты. Ауыл адамдары дереу жиналды. Біреуі дәрі іздеп жүгірді. Біреуі көлік іздеді. Біреуі ыстық су апарды. Сол қараңғы түнде Ержан бір нәрсені көрді. Қиындық қанша ауыр болса да, адамдар бір-бірін тастамайды екен. Сол ынтымақ ауылды әлі ұстап тұрғандай еді. Қараша айының бір күні. Анасы ескі сандықты ашып отыр екен. Ішінен сарғайған суреттер шықты. Бір суретте әкесі мен анасы жас кездерінде күліп тұр. Әдемі киінген. Жүздері жарқын. Ержан суретке ұзақ қарады. Бұл кезде бәрі жақсы еді ме? Деп сұрады. Анасы жымиып қойды. Біз жас едік. Сол кезде әкесі де келіп қалды. Суретке қарап біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана. Сен ол кезде үнемі күлетін едің. Анасы күліп жіберді. Бірақ көзінде мұң бар. Жоқшылық олардың өмірін өзгерткен. Бірақ бір-біріне деген жылуын толық өшіре алмаған еді. Кей махаббат байлықпен емес, бірге төзумен күшейеді екен. Қысқа қарай ауылдағы жағдай тағы қиындады. Бір күні үйде ұн мүлде таусылды. Анасы үнсіз отыр. Әкесі де ештеңе айта алмайды. Кеште қарай көрші шал келді.
қолында кішкентай қап. Аз ғана бидай еді. Диірменге тартып алыңдар. Әкесі қапты алып тұрып, ұзақ үнсіз қалды. Рахмет. Даусы қарлап шықты. Сол түні анасы қол диірменмен бидай тартты. Түннің ортасына дейін. Қолдары тала бастады. Бірақ таңертең дастарханда ыстық нан тұрды. Нанның иісі үйге тарағанда Айгүл күліп жіберді. Ал Ержан сол иістің ішінде адамдардың үміті бардай сезінді. Желтоқсан айы. Әкесі тағы бірнеше ай жалақы алмады. Үйдегі ақша таусылған. Бір күні анасы үнсіз ғана саусағындағы алтын сақинасын шешіп алды. Бұл үйренгендегі жалғыз естелік еді. Әкесі бірден түсінді. Жоқ, оны сатпа. Басқа амал жоқ. Даусы өте тыныш шықты. Ержан анасының көзіндегі ауырлықты көрді. Кейде адамдар ең қымбат затын емес, естелігін сатуға мәжбүр болады екен. Сол күні анасы ауданға кетіп кешке үнсіз оралды. Ал қолындағы дорбада ұн, май және не қант бар еді. Айгүл қуанып жүр. Ал анасы сол түні ұзақ уақыт сақина таққан саусағына қарап отырды. 1990 жылдың қысы бұрынғы жылдардан да қатал болды. Желтоқсанның соңына қарай аяз 40 градусқа дейін түсті деген сөз тарады. Ауылдың үстін қалың ақ тұман басып, түнде көшеге шыққан адамның тынысы бірден буға айналатын. Қоңыртөбедегі ескі үйлердің қабырғалары сыр беріп, терезелердің жақтаулары арасынан ызғар кіретін болды. Кей үйлерде пеш сөніп қалса, таңға дейін ішкі ыдыстарға мұз қатып шығатын. Сол күндері Ержанның үйінде де жағдай ауыр еді. Көмір азайып қалған. Әкесі күні бойы бір жерден отын табуға кетеді. Кейде бос келеді. Кейде бір-екі қап көмір арқалап әрең жетеді, бірақ ол бәрібір жетпейді. Сол күні кешке боран қатты соқты. Пештегі от баяу жанып тұр. Үйдің іші суық. Айгүл көрпеге оранып алып отыр. Ержан оның ернінің көгеріп кеткенін байқап қалды. Тоңып отырсың ба? Жоқ, деді ол күлімсіруге тырысып. Бірақ даусы дірілдеп шықты. Анасы бірден өзінің жүн шәлісін шешіп қыздың үстіне жапты. Өзі жұқа көйлекпен қалды. Сол сәтте Ержанның жүрегі ауырды. Себебі анасы соңғы кезде балаларға бар жақсыны беріп, өзіне ештеңе қалдырмайтын. Кешкі асқа аз ғана картоп қайнатылды. Тұз да аз, май да жоқ. Әкесі үнсіз отырып тамақ ішті. Бір кезде қасықты жайлап үстелге қойып, ертең қалаға барып көремін деді. Не іздейсің? Деді анасы. Не болса да, жұмыс, көмір, бірдеңе. Даусы шашаңқы шықты. Сол түні боран күшейіп кетті. Терезе тарсылдап тұр. Үйдің бұрыштары гүлдейді. Айгүл ұйықтай алмай анасына тығылып жатты. Ал Ержан көзін жұмса да ұйқысы келмеді. Қарны аш. Бірақ оны аштықтан бұрын басқа ой мазалайтын. Осылай қанша уақыт өмір сүреміз? Таң ата бере есік қағылды. Әкесі екен. Иығында кішкентай қап. Ішінде көмір. Беті үсіп кеткендей қызарып тұр. Анасы шошып кетті. Қайдан алдың? Әкесі күлімсіруге тырысты. Вокзал жақтан жүк түсіріп көмектестім. Даусы қарлығып шықты. Сол күні пеш қайта жақсы жанды. Үй сәл жылынды. Айгүл қуанып пештің жанына отырып алды. Ал Ержан әкесіне қарап отырды. Ол әкесінің шаршағанын анық көріп тұр. Бірақ соған қарамастан әкесі отбасы үшін тағы да күресіп жүр. Кейде адамды тірі ұстап тұрған күш махаббат болады екен. Қыс ортасы. Ауылда адамдардың тағдыры бір-біріне ұқсап кеткендей еді. Бәрі бірдей жоқшылық көреді. Бәрі бірдей бір нәрседен қорқады. Бәрі бірдей үміт іздейді. Сол күні Ержан дүкен жаққа бара жатып, ауылдың шетіндегі кішкентай үйдің алдында отырған Қасым ақсақалды көрді. Шал бұрын совхоздың ең мықты тракторисі болған. Кезінде ауылда беделі зор еді. Қазір жалғыз тұрады. Балалары қалаға кетіп қалған. Үйінің мұржасынан түтін де шықпайды. Ассаламағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Шалдың даусы әлсіз шықты. Ержан қасына отырды. Тоңып отырсыз ба? Қасым ата күліп қойды. Қартайғанда адамның сүйегі де жұқарып кетеді екен. Олар біраз үнсіз отырды. Сосын шал алыстағы аппақ даланы қарап тұрып, Біз соғыстан кейін де қиындық көрдік.
Бірақ мына заман басқа екен деді. Несімен? О кезде халықтың үміті күштеді. Қазір адамдардың көзі шаршаған. Бұл сөз Ержанның есінде ұзақ қалды. Расында да, соңғы жылдары адамдар аз күлетін болды. Көшеде бір-бірімен ұзақ сөйлеспейді. Көпшілігі ойға батып жүреді. Кейбіреуі тіпті болашақ туралы сөйлесуден қорқатын сияқты. Сол кеште Ержан үйге қайтып келе жатып, ауыл терезелеріне қарады. Әр үйдің ішінде бөлек тағбыр. Бөлек мұң, бөлек үміт. Бірақ бәрін біріктіріп тұрған бір нәрсе бар. Ол аман қалуға деген күрес еді. Қаңтардың аяғы. Соңғы кездері үй ішіндегі ауырлық тым көбейіп кеткен. Әкесі аз сөйлейді. Анасы жиі ойланып кетеді. Айгүл де бұрынғыдай еркелемейді. Бірақ сол қиын күндердің ішінде кейде күтпеген жерден кішкентай қуаныштар пайда болатын. Сол күні кешке Айгүл сырттан жүгіріп кірді. Аға, қарашы! Қолында кішкентай күшік бар екен. Ақ пен қара аралас жүнді, сүп-сүйкімді күшік қалшылдап бір. Қайдан алдым? Көшеден таптым, үсіп қалыпты. Анасы алғашында үйде тамақ өзімізге жетпей отырғанда, деп еді. Айгүлдің мойыған жүзін көріп тоқтап қалды. Күшік пештің жанына жатқызылды. Айгүл ескі матамен оны сүртіп отыр. Кішкентай күшік бір кезде көзін ашып, әлсіз қыңсылап қойды. Сол сәтте Айгүл күліп жіберді. Үй іші бірден өзгеріп кеткендей болды. Тіпті әкесі де жымиып қалды. Ат қоямыз ба? Деді Айгүл. Қандай? Үміт. Үй ішін алғаш рет ұзақ уақыттан кейін шынайы күлкі толтырды. Кішкентай ғана күшік сол түні бәрінің көңілін жылтып жіберді. Ержан пештің жанында отырған отбасына қарап отырып бір нәрсені түсінді. Адам кейде үлкен бақытпен емес, кішкентай жылумен де өмір сүре алады екен. Сол түні сыртта боран ұлып тұрды. Бірақ үй ішінде кішкентай болса да жылулық бар еді. Ал кейде адамға өмір сүру үшін дәл сол жеткілікті болатын. 1991 жылдың басы еді. Қыс әлі кетпеген. Ауылдың үстін басқан ауыр аспан күн сайын төмендеп келе жатқандай көрінетін. Таңертең адамдар жұмысқа емес, әдеттегідей бір белгісіздікке қарай кетіп бара жатқандай еді. Соңғы айларда ауыл ішінде үрей көбейген. Совхоз тарайды екен деген әңгіме шықты. Бұрын мұндай сөзді ешкім елестетпейтін. Совхоз ауылдың тіршілігі еді. Адамдардың жұмысы, наны, үміті. Енді сол үміттің өзі құлап бара жатқандай. Сол күні әкесі жиналыстан өте кеш келді. Үйге кірген бетте пальтосында шешпестен орындыққа отыра кетті. Жүзі сұп-сұр, көздері шаршаған. Анасы бірден бір жамандықты сезді. Не болды? Әкесі ұзақ уақыт үндемеді. Тек пештегі отқа қарап отырды. Сосын жай ғана. Совхозды жабуы мүмкін екен. Бұл сөз үй ішіндегі ауаны ауырлатып жіберді. Айгүл ештеңе түсінбесе де, үлкендердің жүзінен қорқынышты байқап үнсіз қалды. Ал Ержанның ішінде бір нәрсе шым ете түсті. Сонда бәрі жұмыссыз қала ма? Әкесі басын баяу изеді. Көп адам қалады. Сыртта жел ұлып тұр. Пештің оты баяу жанып жатыр. Ал үй ішінде бәрі бір сәтте қашартайып кеткендей еді. Сол түні әкесі ұзақ сөйледі. Бәлкім соңғы жылдары ішінде жиналған ауыр ойларын алғаш рет шығарып отырған шығар. Біз кезінде мына совхоз мәңгі тұрады деп ойладық, деді ол. Адам еңбек етсе, бәрі болады деп сендік. Даусы баяу шықты. Енді ше? Әкесі күлімсіруге тырысты, бірақ жүзі мұңды еді. Енді адамдар өз күнін өзі көреу керек сияқты. Ержан терезеге қарады. Сырттағы аппақ дала тым бос көрінді. Ол алғаш рет үлкендердің де қорқатынын анық түсінді. Бұрын әкесі оған бәрін білетін, бәрін шеше алатын адам сияқты көрінетін. Қазір оның да ішкі сенімі шайқалып кеткендей. Таңертең ауылда тағы әңгіме көбейді. Біреулер қалаға көшеміз дейді. Біреулер мал сатып жатыр.
Біреулер үйлерін тастап кетуге дайындалып жүр. Көшеде адамдар бір-бірімен сөйлескенде де дауыстарында үрей сезіледі. Енді не болады? Балаларды қалай асыраймыз? Жұмыс қайда бар? Сол күні Ержан мектептен қайтып келе жатып, ауыл шетіндегі ескі тракторларды көрді. Бұрын күнде гүрілдеп жұмыс істейтін техникалар қазір қар астында үнсіз тұр. Тот басып барады. Ол соларға ұзақ қарап қалды. Бір дәуірдің де шашайтыны болады екен. Көктем жақындағанымен ауылдағы ауыр көңіл кетпеді. Бірақ балалар бәрібір бала болып қалуға тырысатын. Бір күні мектепте мұғалім шығарма жаздырды. Тақырыбы «Менің болашағым». Балалар үнсіз отырып қалды. Бұрын мұндай тақырып оңай еді. Қазір бәрінің ойында бірдей сұрақ. Болашақ бар ма? Ержан қолына қаламын алып ұзақ отырды. Сосын жаза бастады. Мен оқуға түсіп инженер болғым келеді. Ана мен әкеме үлкен үй алып бергім келеді. Айгүлдің ештеңеден тарықпағанын қалаймын. Жазып отырып, өзі де тоқып кетті. Себебі бұл жай арман емес еді. Бұл оның ішіндегі үміт болатын. Сабақтан кейін мұғалімі оны тоқтатып алды. Сенің ойың терең екен, Ержан. Жай ғана жаздым. Жоқ, сен арманыңды жоғалтпа. Сол сөз оның жүрегіне қатты әсер етті. Үйге қайтып келе жатқанда ол ұзақ ойланды. Қиындық көп, бірақ армандарын өлтірсе, өмір мүлде қараңғы болып кететіндей көрінді. Сол кеште Айгүл ескі дәптерге сурет салып отыр екен. Не салып жатырсың? Біздің болашақ үйімізді? Ержан күліп жіберді. Қандай үй? Үлкен, жылы, терезесі үлкен болады, ішінде үнемі тамақ тұрады. Бұл сөзді естігенде Ержанның жүрегі ауырды. Балалардың арманы да жоқшылыққа қарай өзгеріп кеткен еді. Бірақ дәл сол аңғал арман олардың үйіндегі үмітті өшірмей тұрғандай. Көктемнің бір күні ауылда үлкен оқиға болды. Көшедегі жалғызбасты кемпірдің үйі өртеніп кете жаздапты. Пештен шыққан ұшқын пердеге тиіп кеткен екен. Бірінші болып көршілер жүгіріп барған. Бірі су тасиды, бірі қар лақтырады. Бірі кемпірді сыртқа алып шықты. Барлығы жабылып жүріп, өртті өшіріп қалды. Сол күні кешке Әлгі кемпір көршілерге қарап жылап отырды. Сендер болмасаңдар, мен тірі қалмас едім. Даусы дірілдеп шықты. Ержан адамдарға қарап отырып таң қалды. Өздері аш, өздері шаршаған. Бірақ бәрібір бір-біріне көмектеседі. Кейде адамда ештеңе қалмайды, бірақ сонда да жүрегіндегі мейірімді сақтап қалады екен. Сол кеште әкесі жай ғана. Адамдық өлмесе, халық та өлмейді деді. Бұл сөз Ержанның есінде мәңгі қалды. Бір күні анасы ескі сандықты тағы ашты. Бұл жолы ішінен көптеген сурет шықты. Сарғайып теккен фотолар. Бірінде әкесі жас жігіт. Бірінде анасы ұзын бұрымымен күліп тұр. Бірінде бүкіл ауыл адамдары мерекеде бірге түскен. Барлығының жүзінде қуаныш. Ержан суреттерге ұзақ қарап отырды. Сол кезде адамдар бақытты болды ма? Деп сұрады ол. Анасы ойланып қалды. Әр заманның өз қиындығы бар. Бірақ адамдардың көңілі жеңілірек еді. Әкесі бір суретті қолына алды. Онда ол трактордың жанында күліп тұр екен. Бұл кезде мен сендерде едім деді. Даусында сағыныш бар. Сол сәтте Ержан бір нәрсені түсінді. Уақыт тек адамдарды қартайтпайды екен. Олардың күлкісін де өзгертеді екен. Бірақ естеліктер бәрібір адамға күш береді. 1991 жылдың жазы. Ел ішінде үлкен өзгерістер туралы әңгіме көбейді. Радиода күнде жаңалық. Адамдар алаңдап тыңдайды. Бір күні кешке әкесі радионы қаттырақ қойды. Барлығы үнсіз тыңдап отыр. Сөз арасында тәуелсіздік, жаңа мемлекет деген сөздер айтылды. Айгүл түсінбей, бұл не деген сөз, деді. Әкесі біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана, бұл жаңа өмір болуы мүмкін. Даусы сенімсіздеу шықты. Себебі адамдар қуанықсы келгенімен қорқып та жүреді. Өйткені соңғы жылдары
әр өзгеріс жаңа қиындық әкелген. Бірақ соған қарамастан, сол кеште ауыл ішінде бір ерекше сезім пайда болды. Белгісіз болса да, бір үміт оянғандай. Ержан сол түні далаға шықты. Аспан толған жұлдыз, жел баяу соғып тұр. Ол терең тыныс алды. Жүрегінің түбінде кішкентай сенім пайда болғандай еді. Мүмкін, шынымен бәрі өзгерер. 1991 жылдың күзі ауылға ауыр тыныштықпен келді. Жаз бойы жұрттың бәрі бір жаңалық күтумен жүрген. Бірақ күндер өте келе, адамдардың жүзіндегі үміт қайтадан алаңға айнала бастады. Совхоз іс жүзінде тоқтап қалғандай еді. Кей техникалар мүлде жүрмейді. Мал азайды, қоймалар бос қалды. Ал адамдардың көбі не істерін білмей қалды. Бұрын өмірдің жолы анық сияқты болатын. Адам мектеп бітіреді, жұмысқа орналасады, жалақы алады, отбасын асырайды. Ал енді бәрі бытырап кеткендей. Сол күзде Ержан әкесінің мүлде өзгеріп кеткенін байқады. Ол бұрынғыдан ерте тұрады. Кейде таң атпай кетіп қалады. Біреуге отын жарады, біреудің қорасын жөндейді. Базарға жүк тасиды. Қандай жұмыс болса да істейді. Кешке шаршап келеді. Бірақ бәрібір, бүгін бірдеңе таптың деп күлімсіруге тырысады. Бір күні Ержан әкесіне көмектесуге еріп кетті. Олар аудан орталығындағы базарға барды. Базар бұрынғыдан да у-шуға толы екен. Біреулер киім сатып тұр, біреулер картоп, біреулер үйіндегі соңғы заттарын әкелген. Адамдардың жүзінде ұялу да, намыс та азайып кеткендей. Өйткені аштық намысты да жеңеді екен. Әкесі бір ер адамның жүгін тасып көмектесті. Аз ғана ақша алды. Сол ақшаны қалтасына салғанда, Ержан әкесінің көзіндегі ауырлықты көрді. Бұл ақша оған оңай келмеген еді. Базардан қайтарда олар аз ғана ұн мен май сатып алды. Әкесі дорбаны көтеріп келе жатып, бұрын бұлай өмір сүреміз деп ойламаппын деді. Даусы өте тыныш шықты. Ержан не айтарын білмеді. Күн батып бара жатыр. Көшеде адамдар әлі жүр. Барлығы бір нәрсе іздеп жүргендей. Жұмыс, тамақ, үміт. Сол кеште үйге келгенде Айгүл қуанып кетті. Нан пісіресіз бе? Анасы жымиып басын изеді. Түнде үй ішіне жаңа піскен нанның иісі тарады. Сол иіс бәріне бір сәт тыныштық сыйлағандай болды. Бірақ Ержан анасының ұнды қалай үнемдеп илеп отырғанын байқап отырды. Қамырды да аз қылады. Майды да тамшылатып құяды. Жоқшылық адамдарды бәрін есептеуге үйретеді екен. Сол түні Ержан ұзақ ойланды. Адам кейде бай болу үшін емес, жай ғана отбасы аман болу үшін күреседі екен. Қараша айының соңғы күндері. Күн суытып кеткен. Ауыл көшелері бос. Адамдар үйлерінен сирек шығатын болды. Сол күні ауылға ауыр хабар тарады. Көрші көшедегі Серік ағайдың жүрегі тоқтап қалыпты. Ол да совхозда жұмыс істейтін. Соңғы айларда жұмыссыз жүрген. Үнемі уайымдайтын. Ауыл адамдары жиналып үнсіз сөйлесіп тұрды. Жақсы адам еді. Уайым жеп бітірді ғой. Заманы қиын болды. Ержан әкесімен бірге көңіл айтуға барды. Үйдің іші тым ауыр. Балалары үнсіз отыр. Әйелі жылап қалған. Ал қабырғада Серік ағайдың ескі суреті ілулі тұр. Күліп түскен сурет. Тірі адам мен сурет арасындағы айырмашылықты Ержан сол күні қатты сезінді. Үйге қайтып келе жатқанда әкесі ұзақ үндемеді. Сосын жай ғана: "Адамды кейде аштық емес, уайым өлтіреді" деді. Бұл сөз Ержанның жүрегіне ауыр тиді. Себебі соңғы жылдар адамдардың бәрі уайыммен өмір сүріп жүрген. Түнде Ержан ұйықтай алмай жатты. Терезенің ар жағында қар жауып тұр. Ал оның ойында бір ғана сұрақ: біздің өміріміз қашан өзгереді? Бірақ жауап жоқ. Тек уақыт өтіп жатыр. 1991 жылдың желтоқсаны. Күн бұлыңғыр, аспан сұр. Таңертеңнен бері майда жаңбыр жауып тұр. Сол күні Ержан вокзалға тағы келді. Бұл жер соңғы жылдары оның өмірінің бір бөлігіне айналғандай. Біреулер келеді, біреулер кетеді. Біреулер қайта оралмайды. Перронда адамдар көп, қолдарында сөмке, жүздерінде шаршау.
Сол жерде ержан бұрын бірге оқыған Саматты кездестірді. Қайда барасың? Ресейге, деді ол. Неге? Самат иығын көтерді. Мұнда жұмыс жоқ қой. Даусы тым үлкен адамның даусындай шықты. Бірақ ол әлі жас еді. Барлығы ерте есейіп кеткен заман болатын. Пойыз келген кезде адамдар қозғала бастады. Бір әйел ұлын құшақтап жылап тұр. Бір ер адам үнсіз темекі шегіп отыр. Бір бала әкесінің қолынан айырылмайды. Жаңбыр баяу жауып тұр. Перронның үсті дымқыл. Сол сәтте ержан өмірдің өзі осы вокзалға ұқсайтынын ойлады. Біреулер кетеді, біреулер қалады. Бірақ ешкім нақты қайда бара жатқанын білмейді. Пойыз қозғалып кеткеннен кейінде ержан ұзақ тұрды. Рельстерге қарап, көкжиекке қарап, өз болашағына қарап тұрғандай. 1991 жылдың 16 желтоқсаны. Сол таң басқаша атты. Ауыл әдеттегідей тыныш. Бірақ адамдар ерте оянған. Барлығы радио тыңдап отыр. Ержан да ұйқысынан ерте тұрды. Ас үйде әкесі радионы қаттырақ қойып қойыпты. Диктордың даусы бірілдеп естіліп тұр. Сосын көптен күткен сөз айтылды. Қазақстан тәуелсіз ел болды. Үй іші бір сәт үнсіз қалды. Айгүл ештеңе түсінбей, бұл жақсы ма? Деді. Әкесі радиодан көз алмай отыр. Көздері дымқылданып кеткендей. Иә, қызым, жақсы. Даусы баяу шықты. Анасы орындыққа жайлап отырды. Ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана: Алла бұйыртса, енді жақсы күндер келер. Сол күні ауыл көшелерінде адамдар бір-біріне жаңалық айтып жүрді. Біреулер қуанады, біреулер ойланып қалған. Бірақ бәрінің ішінде кішкентай болса да жаңа сезім пайда болған. Үміт. Кешке ержан сыртқа шықты. Аспан ашық. Жұлдыздар жарқырап тұр. Суық жел соғады. Бірақ оның жүрегінде бұрын болмаған жылу бар еді. Мүмкін, енді шынымен бәрі өзгерер. Арада көп жыл өтті. Қоңыртөбе ауылы да өзгерді. Кей үйлер бос қалды. Кей адамдар көшіп кетті. Кейбірі өмірден өтті. Бірақ сол 80-90 жылдардың қиын күндері адамдардың жадында мәңгі сақталып қалды. Ержан қазір үлкен адам. Қалада тұрады. Институтты да бітірді. Бірақ ол бала күндегі таршылықты ешқашан ұмытқан емес. Бір күні ол ауылға қайта келді. Қыс мезгілі. Баяғы ескі үй әлі тұр. Пештің иісі де өзгермегендей. Анасы самауыр қойып жүр. Әкесі баяу қозғалады. Шашына ақ кірген. Ал Айгүл баяғыдай күлімсірейді. Кешке бәрі дастархан басына жиналды. Бұл жолы дастарханда тамақ мол. Ыстық бауырсақ, ет, тәттілер. Бірақ ержанның есіне баяғы қара нан түсті. Кезек, суық, майшам. Анасының жарылған қолы, әкесінің үнсіздігі. Сол жылдар оларды сындырмаған екен. Керісінше, бір-біріне жақындата түскен. Түнде ержан далаға шықты. Ауыл аспаны баяғыдай жұлдызға толы. Суық ауа бетке тиеді. Ол баяу көзін жұмды. Сол қиын жылдардың әр сәті есіне қайта оралды. Адамдар аш болса да бір-бірімен нан бөлісті. Өздері жыласа да балаларына күлімсіреді. Үміттері үзілсе де өмір сүруден тоқтамады. Сонда ержан бір нәрсені анық түсінді. 80-90 жылдардың ең үлкен сабағы жоқшылық емес еді. Ең үлкен сабақ адам болып қалу еді. Қиындыққа сынбай, үмітін жоғалтпай өмір сүрген сол буынның тағдыры мәңгі ұмытылмайды. Пікірге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Осындай өмірден алынған әсерлі әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.